Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте дәмді, құрамы қарапайым, үйдегі бар азық-түліктерден жасалынатын печеньелер дайындаймын. Немесе мини пирожнилар деп айтсақ та болады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне шым-шым тұз салып миксерлейміз. 1 минуттай миксерлейміз. Одан кейін миксерлей отырып, қантты бірте-бірте саламыз. Ванильді қант саламыз. Енді біздің жұмыртқалы массамыз әппақ болып ұлғайғанша миксерлейміз. 5-7 минуттай миксерлеуіміз керек. Мен осылай 5 минуттай миксерледім. Енді ұнның үстіне жарты шай қасық қамыр қопсытқыш салып араластырамыз. Ерекше дәм беру үшін мен осылай лимонның цедрасын үкіштен өткізіп қостым. Ол да өз қалауыңыз бойынша, немесе қасықтың ұшымен корица қоссаңыз да керемет үйлеседі. Енді ұнды електен өткізіп, барлығын бірден саламыз. Содан кейін миксермен араластырмаймыз. Осылай күрекшемен үлпілде қалпын жоғалтпай араластырып аламыз. Одан кейін кондитерлік қапшыққа құямыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, осылай құйып шықтым дөңгелек етіп. Егер сізде кондитерлік қапшық болмаса, қасықтың көмегімен құйсаңыз болады. Қызып тұрған пешке 180 градуста 15-12 минут пісіреміз. Барлық құрамын, мөлшерін мен осы видеоның астына жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Міне біздің печеньелеріміз пісті. Менде 15 минут уақыт пісті. Енді осылай алып, ортасына салмасын жағып, екінші печеньемен осылай жабамыз. Салмасын өзіңізге ұнайтын салманы жақсаңыз болады. Мен 2 түрлі етіп жасадым. Осылай вареный сгущенка және өріктен жасалған жем жақтым. Нутелла, шоколадпен кез келген салманы жақсаңыз болады. Барлығын осылай видеодағыдай етіп жасап шығамыз. Егер сізге видео ұнаса, видеоға лайк басып, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Осымен біздің өте дәмді мини пирожниларымыз дайын. Өте жұмсақ, ерекше дәмді болып шығады. Жасап көріңіз. Жасалу жолы өте оңай. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Қазақша каналды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ұлмекен. Қош сау болыңыз.